Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Налог комитеті жайлы мәліметтер берілген. Оны енгізетін боламыз қазір. Яғни бізде Түркістан қаласындағы салық комитеті управление государственного дохода по городу Түркістан деген кәсіпорын. Яғни сіздер ертең өзіңіздің тұрғылықты мекен жайыңыздағы налог комитеті жайлы мәліметтер жазатын боласыздар, жұмысқа орналасқан кезде. Ал қазірше сіздер тура осылай менің артынан қайталап, мен жазғандағыдай управление государственного дохода по городу Түркістан деп жазасыздар. Бізге тапсырмада осылай берілген. Түсінікті ғой, менің артынан қайталап жазып отырыңыздар. Енді оны налог комитеті деген жерге енгіземіз. Үстінен басамыз. Выбрать деген кнопкасы бар болғандықтан бұл жерге жазбаймыз, показать все деп ішінен таңдап аламыз. Түсінікті ғой. Сол кезде бізге контрагенты деген справочник ашылады. Контрагент деген кім? Контрагент деген ол бізбен жұмыс жасайтын кәсіпорындар немесе жеке тұлғалар, яғни жай адамдар. Яғни олар сатып алушы да болуы мүмкін, яғни покупатель, немесе жеткізіп беруші де болуы мүмкін, яғни поставщик. Бізбен жұмыс жасай ма, болды, ол біз үшін контрагент. Түсінікті ғой. Бізге налог комитеті жайлы мәлімет енгізу керек, ол бізде контрагент деген справочниктер жоқ, сондықтан жаңадан енгіземіз. Создать кнопкасын басамыз, яғни жаңадан создавать етеміз. Создать кнопкасын басамыз. Так, наименование атауын жазамыз. Управление государственных доходов по городу Түркістан. Жаздық, яғни ол юридический лицоға жатады, мемлекеттік кәсіпорын, сондықтан государственное учреждение деген жерге галочка қоямыз. Группа қоюдың қажеті жоқ, бізге қой демеген. Полный наименованиеге өзі автоматически түседі. Бізге бейні мен КБС берілген, соны жазамыз қазір. Бейнін жазамыз. Бізде бейні 0308. Қайталап немен бірге жазып отырыңыздар. 506756. КБЕ код бенефициары 11. Енді ары қарай жалғастырамыз. Бізге басқа налог комитеті жайлы мәлімет берілмеген. Берілсе жазамыз, берілмесе қажет жоқ. Түсінікті ғой. Сақтаймыз. Сақтау үшін записать закрыть деген кнопканы басамыз. Контрагенты деген справочникке түсті. Енді осыны таңдап аламыз. Оны таңдау үшін выбрать кнопкасын бассақ та болады. Ол кезде бірақ осы бізге қажет кәсіпорын таңдалып тұру керек, яғни курсор осыда тұру керек, осылай сап-сары болып. Немесе үстіне екі рет бассақ та таңдала береді. Түсінікті ғой. Біз қазір налог комитеті жайлы даныларды енгіздік. Енді ары қарай жалғастырамыз. Бізге ары қарай свидетельство постановки на учет по НДС-тің дата постановки сериясы номер дата выдачи берілген. Яғни біз НДС плательщик болып жұмыс жасаймыз, сондықтан бізге осы НДС-ге қатысты мәліметтер берілген. Яғни налог на добавленную стоимость, біз яғни қосылған құн салығын бюджетке төлейтін кәсіпорынбыз. Қосылған құн салығымен бірге жұмыс жасаймыз. Түсінікті ғой. Әзірше бізге берген мәліметтерді енгізейік біз. Кейін біз НДС жайлы бөлек тақырып өтеміз, сол кезде оның не екені барлығы түсінікті болады. Ары қарай жалғастырамыз. Оны енгізу үшін мына жерде свидетельство постановки на учет по НДС деген вкладка берілген, соны басамыз. Дата постановки жазамыз осы жерге 01.01.2010, 10 деп жазсаңыздар болады, автоматически 2010 деп түседі. Серия деген жерге жазамыз енді. Сериясы 603.05, номері 22.02.145, дата выдачи бізде 01.01.2010, 10 десек те болады. Енді сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Бізге ары қарай қандай мәлімет берілген? Бізге банковский счета деген вкладканы ашыңдар дейді. Яғни өзіміздің банк шоты жайлы мәліметтерді енгіземіз. Біздің банк шотымыз Каспий банкке тіркелген, және де астында соның бізге мынау KZ8996 деген банк шотымыздың номері берілген. Дата открытиясы берілген, яғни ашылған уақыты. Валюта счета КЗТ, яғни казахстанский тенге. Указать даты месяц прописывать включено дейді. Енді осыны енгіземіз. Ол үшін банковский счета деген вкладканы ашуымыз керек. Ол үшін бірінші записать деген ақ кнопканы бір рет басып сақтап қоюымыз керек, міндетті түрде. Түсінікті ғой. Енді банковский счета деген вкладка өтеміз. Үстінен басамыз. Создать кнопкасын басамыз. Банк туралы мәлімет енгізгенде естеріңізде болсын, наименование деген жерге еш нәрсе жазбаймыз.
банк деген алаңға банк таңдаймыз, ол мына жерге номер шотын жазамыз, ол кезде екеуі бірігіп қосылып наименование деген жерге келіп түседі. Түсінікті ғой. Банк деген жерге банк таңдаймыз, показать сөйлейміз. Бізге Каспий банк керек, банк деген справочник ашылды, бұл жерде бірақ Каспий банк жоқ. Сондықтан егер банк жоқ болатын болса, жоғарыда подбор деген кнопкамен өзімізге қажетті банк таңдап алсақ болады. Бұл жерде общий классификатор банк, яғни Қазақстан Республикасындағы жұмыс істейтін барлық банктердің тізім берілген. Бізге Каспий банк керек. Каспий банк 5-ші тұр, байқасаңыздар. 2 рет басамыз үстінен. Ол Каспий банк деген, яғни акционерное общество екен. Записать, закрыть деп сақтаймыз. Классификатор банкты жаба саламыз, X-ті басып. Яғни жоғарыдағы сары X-ті баспаймыз, астындағы X-ті басамыз, иә. Себебі мынаны басса, қазір 1С өшіп қалады. Бізге классификатор банкты жабуымыз керек, сол үшін мына X-ті басамыз. Бізге Каспий банк түсті. Енді Каспий банкты өзімізге таңдап алуымыз керек. Үстінен 2 рет бассақ та болады таңдау үшін. Банк деген жерге Каспий банк түсті. Енді номер счета деген жерге номер шотын жазамыз, иә. KZ8996 деп басталған. Жазамыз. Міндетті түрде үлкен әріптермен ағылшын тілінде жазу керек. KZ8996 5000 15-555-74-02 дейді. Дата открытиясы берілген 15.01.2008. Мынау валюта счета казата деген бұрынғы 1С-тің версиясында бар еді. Қазір обновленный жаңа версиясынан алып тастады, сондықтан қоюдың қажеті жоқ. Указывать в даты месяц прописью включено дейді, галочка қойыңдар дейді. Ол мына печать деген вкладкада тұр, соның ішіне кіреміз. Мына түрі указывать в даты документа месяц прописью, яғни документке датаны жазған кезде сөзбен жазыңдар дейді. Соған галочка қойыңдар дейді. Бізде галочка тұр, бізде онсыз да. Сондықтан галочка қоюдың қажеті жоқ бізге. Егер де указывать сумму без 00, если она в целых деген галочка қоятын болсақ, ол жерде өзі округлять етіп шығарып береді, теңгемен тиынсыз есептеп береді автоматически. Бірақ бізге бұған галочка қойыңдар демеген, сондықтан қоюдың қажеті жоқ екен. Енді сақтаймыз, сақтау үшін записать, закрыть деген кнопканы басамыз. Және де осы жерде біз использовать как основной деген кнопканы басып қоямыз. Сол кезде мынау жирный болады. Неге? Себебі бұл деген біздің банк шотымыздың ең негізгі банковский шотымыз деген білдіреді. Мысалы, бізде кәсіпорнымызда бірнеше банктен шотымыз болуы мүмкін. Народный банк, АТФ деген сияқты. Бұл кезде қай банк біздің негізгі банк шотымыз, соған осылай использовать как основной деп басып қоямыз. Түсінікті ғой. Енді ары қарай жалғастырамыз. Бізге вкладка кассы дейді. Кассы деген вкладканы ашыңдар дейді. Ол жоғарыда тұр. Мына кассы вкладкасына өтеміз. Касса вкладкасын ашқан кезде бізге основная касса деп автоматически беріледі. Оны да бізге использовать как основной деп басып қойыңдар дейді. Себебі бұл да осыны басқан кезде жирный болады бұл да. Себебі бізде бірнеше касса болуы мүмкін. Мысалы, касса магазина дейді, касса номер 1, касса номер 2 деген. Сол кезде қай касса біздің ең негізгі кассамыз, соған осылай использовать как основной деп басып қоятын боламыз. Түсінікті ғой. Ары қарай не берілген? Ары қарай бізде коды деген вкладканы аштыңдар дейді. Код по ОКПО деген общий коды предприятия организации деген сөз, ол ертең бізге статқа отчет тапсыратын кезде керек болады. Вид деятельности аренда и управление собственной недвижимостью, соның коды ОКЕТа 68201 екен. Код ОКЕТ деген основной код экономической деятельности деген сөз. Яғни бұл код ОКЕТ деген әр кәсіпорынды өзінің салаларына байланысты топтастырады. Мысалы, жаңағыдай охрана службамен айналысатын кәсіпорындардың код ОКЕТі бірдей болады, мал шаруашылығымен айналысатын кәсіпорындардың код ОКЕТі бірдей болады деген сияқты. Яғни код ОКЕТке қарап сіз қарайсыз, ол кәсіпорын немен айналысады деген сияқты. Яғни мынау 68201 деген аренда и управление собственной недвижимостью деген саланың код ОКЕТі болып саналады. Түсінікті ғой. Оны қазір келесі сабақта жалғастыратын боламыз.